19 наурыз 2014 жылы полицияға ер адам қызына көмек көрсетуді сұрап хабарласты. Ол Синалуа штаты, Мексика тұрғыны еді. Полиция қызметкерлері жолға шықты. Полиция үйге келген кезде кірер есігі толығымен ашық тұрғанын көрді. Олар үйге кіріп екінші қабатқа көтерілді. Көтерілген кезде полицияға хабарласқан еркекті және оның 10 жасар қызын көрді. Олар өкіріп жылап отырды. Ер адам полиция қызметкерлерін бөлмеге кіргізіп, 16 жасар тағы бір қызының мәйітін көрсетті. Қыз 60 шақты жарақат алған. Бұл жайтты жаңалықтардан көрсетті. Қала тұрғындарын кім және не үшін мұндай жауыздыққа баруы мүмкін деген сұрақ мазалады. Жауыздыққа барған қаншер кім? Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Анель Байз Альварес 17 наурызда 1998 жылы дүниеге келген. Ол өте әдемі, сымбатты қыз болып өсті. Өзіне сенімді, пысық қыз еді. Оның әкесі тігінші. Олар бай, қуатты және бақытты жанұя еді. 2010 жылы Анельдің анасы ауруға шалдығып, 2012 жылы қайтыс болды. Анасының қайтқаны жанұяға қатты әсерін тигізді. Уақыт өте келе Анель Байз анасының орнын басты. Ол сіңілісіне қарап, үйдегі шаруаларды жасады. Тамақ жасап, үйді жинап, тағы да басқа үйдің жұмыстарын істеді. Оның биге, әншілікке құлшынысы арта түсті. Ол музыкалық топ құрып, ән айтты. Сол кездерде ол Эранди Элиза Гутьеррес деген қызбен танысты. Кейін екеуі жақын құрбы болды. Олар екеуі қатты жақын болды. Анель өте әдемі, жұмсақ қыз еді. Ал Эранди дөрекілеу және наркотик қолданатын достары көп еді. Ол кедей жанұясынан шыққан қыз еді. Уақыт өте келе олар бірімен алшақтай бастады. Өйткені өмірге көзқарастары әр түрлі болды. Екеуі бір мектепте оқыды. Олар араласуды қойды. Олар екеуі ұрсысып қалған туралы Анель ешкімге айтпады. Эранди соңғы кездері ғаламторда өлім, есірткі туралы көп жазды. 16 наурыз күні Эранди ғаламторға мен сені ойымда бірнеше рет өлтірдім деп жазған. Мектепте Эранда Анельге қатты ренжулі және Анельді қатты жек көретіні туралы өсек жүрді. Анель бұл өсекке және Эранда не деп жүргеніне, Эранданың қандай ойы бар екендігіне бәрі бір болды. 19 наурыз күні Анельдің әкесі Хьюгаға мектептен хабарласты. Анель мектепке сіңілісін алып келмегені туралы айтты. Хьюга ешқандай ойсыз өз баратынын айтып, жолға шықты. Жолда келе жатып ол Анельге телефон шалып, телефонға ол жауап бермеді. Хьюга Анельді ұйықтап жатқан шығар деп ойлады. Ол кіші қызын мектепте алып, үйге қайтты. Үйге келгенде есіктің ашық тұрғанын көрген Хьюга бірдеменің болғанын сезді. Үйге кірген кезде ол кейбір заттардың орнында тұрмағанын байқады. Ол Анельде байқай салды. Айқайлай келе ол Анельдің бөлмесіне келді. Бөлмесі құлыптаулы болды. Есікті сындырып кірген кезде ол Анельдің жерде қансырап жатқанын көріп, тілі байланып, тынысы тарылып, не істерін білмей қалды. Есін жиған кезде ол полицияға хабарласты. Полиция қызды көрген кезде олардың ойына бірнеше адам жабылып өлтірген деген ойда болды. Криминалистер келіп сараптама өткізген кезде олар қызға 65 рет пышақталғаны туралы айтты және жай біреу емес, есік терезелер бұзылмаған, ештеңке ұрланбаған, яғни Анель өлтірген адамды танитыны мүмкін және Анельді қатты жек көрген адам өлтіргенін айтты. Үйдің ауласында жақын жерде бейне бақылау болмағандықтан полиция көршілерді сұрастырды. Сонда бір көршісі үйден жас, шашының түсі қара қыз шыққанын көрген. Полиция Анельдің құрбыларын сұраққа алды. Құрбылардың бәрінде әліби болды. Келесі күні ғаламторда Эранди Анельдің өлімі туралы айтып, өкінішін жеткізді. Сонда ғаламторда басқа адамдар оған сен соны істедің деген жазулар көбейген кезде Анельдің құрбылары полиция қызметкерлеріне Эрандидің Анельге деген қарым-қатынасы туралы ақпарат берді. Полиция ғаламтордағы Эрандидің бүкіл жазған сөздерін оқып, қызға іздеу салды.
Бірақ полиция ешкімге Эранди күдікті екендігін тіс жармады. Өйткені Эранди естісе, қашып кетуі мүмкін болды. Бұл жайды бүкіл халық естіді. Олар Анельмен қоштасу күніне келді. Адам саны өте көп болды. Сол адамдардың ішінде Эранди шешесімен бірге келді. Олар Анельдің жақындарына келіп көңіл айтты. Одан кейін барып елмен қатар отырды. Бірнеше минуттан кейін полиция қызметкері келіп оны учаскеге жүруге ұсыныс жасады. Тергеу барысында ол өлтірмегені туралы айтты. Бір сағаттан кейін полиция сұрақтармен қызды қыспаққа алды. Оның қаншер екендігіне көз жеткізді. Эрандидің ақталатын жол таппағандықтан үстіндегі киімін шешіп, Анельді өлтіргенін мойындады. Эрандидің денесі тырнақпен сырылған іздерге толы болды. Эранди өлтіргені және бәрі неден басталғаны туралы айтты. 2013 жылы желтоқсанда Анель Эранди екеуінің жартылай ашық суретін ғаламторға салған. Эранди оған рұқсат бермеген және Эрандиге Анельдің бұл қылығын жақтырмады. Эранди Анельге суретті жоюды сұрады, бірақ Анель оған келіспеді. Олардың достығы осымен бітті. Уақыт өте Анель суретті жойды, бірақ ол ісі кеш болды. Кейін Эрандидің сыныптасы Эрандиге оның жалаңаш суреті бар екенін айтып қоймады. Эранди сол ғаламтордағы сурет деген ойда болды. Ол Анельге тісін қайрады. 19 наурыз Эранди 2 балмұздақ сатып алып Анельге барады. Анель есігін ашқан кезде Эранди дос болғысы келетінін айтты. Анель оны құшақтап үйге кіргізіп, бөлмесіне баруды ұсынды. Бөлмесіне кіріп олар балмұздақ жеп сөйлесуге кірісті. Бірер минуттан кейін Эранди кино көруді ұсынды. Кино көріп жатқан кезде Эранди дәретханаға кеттім деп төменгі қабатқа түсіп, ас бөлмесінен пышақ алып, киімінің ішіне тығып бөлмеге келеді. Бөлмеге кірген кезде Анельдің ары қарап жатқанын көрген ол қасына келіп пышақпен ұра бастайды. Анельдің күші келгенше оны тырнап және ұрады. Анель жерге құлап өлген кезде Эранди барып мата тауып қанды сүртпек болады. Бірақ қан сонша көп болған соң, ол барып қолын жуып, Анельдің киімін киіп, бөлменің есігін құлыптап, үйден шығып кеткен. Соттың шешімі бойынша Эрандиді 7 жылға абақтыға жапты. Аз берген себебі Эранди кәмелет жасқа толмаған еді. Бұл берген мерзімге Анельдің туыстары артынша 5 миллионға жуық адам қарсы болды. Халық көшеге, митингке шықты. 6 шілде 2016 жылы бұл істі қайта қарастырып 7 жылдан 5 жылға қысқартты. Және жақсы мінез құлыққа тағы да қысқарту мүмкіндігін айтты. 23 қыркүйек 2017 жылы сот шешімі бойынша Эрандиді түрмеде босатты. Бұны естіген Анельдің әкесі Хьюго тілшілері арқылы мемлекетке шағымданды. Бірақ өкінішті, оны ешкім естіген жоқ. Достар, сіздер қалай ойлайсыздар бұл шешімге қатысты?